Ертарғын жыры. Ертарғын жырын Марабай ақыннан жазып алып, алғаш бастырған Ильманский 1962 жылы қазанда басылып шыққан. Одан кейін бұл жыр Радыловтың 1970 жылы, О. Сарин 1904 жылы, Дейбаев 1922 жыл жинақтарында жарияланған. Қазір бұл жырдың 8 нұсқасы сақтаулы. Кейіпкерлері: Ертарғын негізгі кейіпкер, Ақжүніс Ертарғынның жары, Ақшахан Қырыққанның үлкені, Ақжүністің әкесі, Жаланбет Қырымның мырзасы, Еркөлік Қартқожақтың атасы, Ханзада хан Ноғайдың ханы, Ертарғынның үш жолдасы: Қарасайұлы Көбек, Алшағырұлы Төген, Өмірұлы Себен. Сыпыра жырау 100-ден асқан шал. Ардаби Ақжүністен туған ұл. Ардабидің екі баласы: үлкені Әжігерей, 7 жасар Айғожа. Қосымша мәлімет: Ертарғынның тұлпары Тарлан.